Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 125-ші сабағымызды бастаймыз. Есептерді әріпті өрнектердің көмегімен шығару. Ойын-сауық орталықтарында демалу мәдениеті. Сен есеп бойынша әріпті өрнек құрастыруды үйренесің. Бірінші есеп, өрнектердің мәнін тап. А қосылған Б дейді. Мысалы, А және Б берілген, оларды қосуымыз керек. 25 қосылған 8, 33 болады. 9 қосылған 61, 70 болады. 70 қосылған 5, 75 болады. 8 қосылған 90, 98 болады. 100 қосылған 4, 104 болады. Келесі, А көбейтілген Б. 25 көбейтілген 8, 200 болады. 9 көбейтілген 61, 549 болады. 70 көбейтілген 5, 350 болады. 8 көбейтілген 90, 720 болады. 100 көбейтілген 4, 400 болады. Екінші есеп, бұл тапсырмада сандар әріппен ауыстырылған. Есеп бойынша өрнек құрастырып, оларды жаз. Нұсқасы. Хайуанаттар бағының ересектерге арналған кіру билеті А теңгеге, ал балалар билеті Б теңге тұрады. Хайуанаттар бағына келген отбасының құрамында 3 бала, 2 ересек адам болса, қанша теңге төлеу керек? Ересектер билеті А теңге, балалар билеті Б теңге, 3 бала, 2 ересек келсе, қанша теңге болады? Олай болса, ересектер билеті А теңге, оны 2 ересек болғасын 2-ге көбейтеміз, және 3 бала бар, Б-ны 3-ге көбейтеміз, және оларды бір-біріне қосамыз. Нұсқасы. Кинотеатрда балалар билеті А теңге, ал ересектер билеті Б теңге тұрады. Киноға С бала және X ересек адам билет сатып алды. Кассаға қанша ақша төленді? Қараңыздар, бізде тек қана шешуі болады. Көрдіңіз бе? Жауабы жоқ. Себебі деген жауап болу үшін бізде деген сан шығу керек. Ана жерде тек қана әріпті өрнек, сондықтан оның жауап болмайды. Қараңыздар, балалар билеті А теңге, ересектер билеті Б теңге, бізде С бала және X ересек адам бар дейді. Олай болса, А теңгені біздер С-ға көбейтеміз, С бала бар, және Б теңгені X ересек адамға санына көбейтеміз, сосын барлығын қосамыз. Осының өрнек шығады. Бұл нұсқасы. Хайуанаттар бағындағы қояндарға А килограмм орам жапырақ және әр қайсысына С килограммнан X қап сәбіз әкелінді. Қояндарға барлығы қанша килограмм көкөніс әкелінді? Орам жапырақ А килограмм, сәбіз С килограммнан X қап дейді. Барлығы қанша? С-ны X-қа көбейтуіміз керек, оған А-ны қосамыз. Үшінші есеп бойынша өрнектер құрастыр. Нұсқасы. Ойын-сауық орталығының бірінші қабатында А дүкен бар. Бұл екінші қабатқа қарағанда Д есе артық. Екінші қабатта неше дүкен бар? А 21-ге тең, Д тең болады 7 дейді. Бірінші қабатта А дүкен, бұл екінші қабатқа қарағанда Д есе артық дейді. Енді біздер бұл жерде бұл есе артық деп айтты, олай болса бөлуіміз керек. А-ны Д-ға бөлуіміз керек. Сонда А-ның орнына 21 қоям, Д-ның орнына 7 қоямыз. 21 бөлінген 7 3-ке тең болады. Бізде жауабы екінші қабатта 3 дүкен бар. Нұсқасы. Ойын-сауық орталығының ашылу күніне Б адам, ал екінші күні ашылған күнге қарағанда Д есе артық адам келді. Екі күнде барлығы неше адам болды? Б тең болады 326, Д тең болады 2, болғандағы өрнек мәнін тап. Ашылу күнінде Б адам келді, екінші күні белгісіз, бірақ Д есе артық деді, және барлығын тауымыз керек. Біздер артық дегесін көбейтуіміз керек, Б-ны Д-ға көбейтеміз, және Б көбейтілген Д деген ол тек қана екінші күн, және біз оған бірінші күнде де қосуымыз керек. Қосылған Б деп жазамыз. Енді Б және Д деген әріптердің орнына сандарын қояйық. Б-ның орнына 326 қоямыз. Б-ның орнына 326, Д-ның орнына 2, барлығын қойып есептеген кезде 978 шығып тұр. Жауабы 2 күнде барлығы 978 адам болды. Төртінші есеп. Сызба бойынша өрнек құрастыр. Амалдардың орындалу ретін анықта. Қараңыздар, бізде 141 көбейтілген 5 дейді. Одан кейін оны 3-ке бөлуіміз керек. Қосылған 456 бөлінген 4. 141-ді 5-ке көбейтеміз. 1 бесім 5, 4 бесім 20, 0 жазамыз 2-сі ойда. 1 бесім 5, оған 2 қосқанда 7, 705 шығады. Келесі 705 бөлінген 3. 7-ні 3-ке бөлгенде 2-ден береміз, 2, 3, 6. 7-ден 6 ағанда 1 болады, 0 жазып қоямыз. Одан кейін 10-ды 3-ке бөлгенде 3-ден береміз, 3, 9. 10-дан 9 ағанда 1 болады, 5 жазып қоямыз. 15-ді 3-ке бөлгенде 5, 5, 3, 15, азайтқанда 0, жауабы 235. Одан кейін 456-ны 4-ке бөлуіміз керек. 4-ті 4-ке бөлгенде 1, 1, 4-ің 4. 5-ті 4-ке бөлгенде 1-ден береміз, 1, 4-ің 4. 5-ін 4 ағанда 1 болады, 6-ны жазып қоямыз. 16-ны 4-ке бөлгенде 4-ден береміз, 4, 4-ің 16, азайтқанда 0, жауабы 114. 235 қосылған 114. 5-ке 4 қосқанда 9, 3-ке 1 қосқанда 4, 2-ке 1 қосқанда 3, 349 шығады. 5-ші есеп, теңдеулерді шеш. 700 азайтылған Y тең болады 98 көбейтілген 5. 98-ді 5-ке көбейткенде 490 болады. Y табу үшін 700-ден
490-ды азайтамыз, ол бізде 210 шығады. Еріктің орнына 210-ды қоямыз. 700 азайтылған 210 490 болады. 98 көбейтілген 5 490-ға тең болады. 552 қосылған А тең болады 1000 азайтылған 111. 1000 азайтылған 111 889 болады. Одан кейін 552 қосылған А тең болады 889 деп жазып қоямыз. Енді біздер А-ны табу үшін 889-дан 552-ні азайтамыз. Азайтқан кезде 337 шығады. А-ның орнына 337 қоямыз. 552 қосылған 337 889 болады. 1000 азайтылған 111 889 болады. Келесі X азайтылған 450 тең болады 156 көбейтілген 3. 156-ны 3-ке көбейткенде 468 болады. X табу үшін 468-ге 450-ді қосамыз. Ол бізде 918 болады. X-ны 918 қоямыз. 918 азайтылған 450 468 болады. 156 көбейтілген 3 468 болады. С қосылған 87 тең болады 59 көбейтілген 8. 59-ны 8-ге көбейткенде 472 болады. Сын табу үшін 472-ден 87-ні азайтамыз. Ол бізде 385 болады. Сынның орнына 385 қоямыз. 385 қосылған 87 472 болады. 59 көбейтілген 8 472 болады. Алтыншы есеп. Амалдардың орындалу ретін анықта. Баған түрінде жаз және есепте. 1000 азайтылған 187 көбейтілген 4 қосылған 77 көбейтілген 8. 187-ні көбейтеміз 4-ке. 7 4 28, 8 жазамыз 2-сі ойда. 8 4 32, оған 2 қосқанда 34, 4 жазамыз 3 ойда. 1 4 4, 3 қосқанда 7, 748 шығады. Келесі 77 көбейтілген 8. 7 8 56, 6-сын жазамыз 5-сі ойда. 7 8 56, 5 қосқан 61, 616 болады. Үшінші амал 1000 азайтылған 748. 0-ден 8 азайтылмаймыз, 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықты көмекке береді. 1 мыңдық 9 жүздікке, 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-нан 8 алғанда 2 болады, 94 алғанда 5 шығады, 97 алғанда 2 болады, 252 шығады. 252 қосқан 616. 2-ге 6 қосқанда 8 болады, 5-ке 1 қосқанда 6 болады, 2-ге 6 қосқанда 8 болады, 868 шығады. 184 көбейтілген 5 азайтылған 816 бөлінген 3 қосқан 248. 184-ті 5-ке көбейтеміз, 4 5-ім 20, 0 жазамыз 2-сі ойда, 8 5-ім 40, 2 қосқанда 42, 2-сін жазамыз 4-і ойда, 1 5-ім 5, 4 қосқанда 9, 9 20 шығады. Екінші амал 816-ны 3-ке бөлеміз. 8-ді 3-ке бөлгенде 2-ден береміз, 2 3 6, 8-ден 6 алғанда 2 болады, 1 жазып қоямыз. 21-ді 3-ке бөлгенде 7-ден береміз, 7 3 21. 6-ны 3-ке бөлгенде 2, 2 3 6, азайтқанда 0, жауабы 272. 920 азайтылған 272. 0 азайтылған 2, 0-ден 2 азайтылмаймыз, 2 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-нан 2 алғанда 8 болады. Одан кейін 1-ден 7 азайтылмаймыз, 9 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді, 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 7 алғанда 4 шығады. 8-ден 2 алғанда 6 болады, 648 шығады. Келесі 648-ге 248-ді қосамыз. 8-ге 8 қосқанда 16, 6-сын жазамыз 1 ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 4 қосқанда 9, 6-ға 2 қосқанда 8, 896 шығады. 87 көбейтілген 8 бөлінген 2 азайтылған 199. 87-ні 8-ге көбейтеміз. 7 8-ім 56, 6-сын жазамыз 5-сі ойда. 8 8-ім 64, 5 қосқанда 69, 696 шығады. Оны 2-ке бөлеміз. 696 бөлінген 2. 6-ны 2-ке бөлгенде 3-тен береміз, 2 3 6. 9 2-ке бөлгенде 4-тен береміз, 4 2-міз 8. 98 алғанда 1 шығады, 6-ны жазып қоямыз. 16-ны 2-ке бөлгенде 8-ден береміз, 2 8 16, азайтқанда 0, жауабы 348. Енді біз азайтамыз. 348 азайтылған 199. 8-ден 9 азайтылмаймыз, 4 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 8 қосқанда 18, 18-ден 9 алғанда 9 шығады. 3-тен 9 азайтылмаймыз, 3 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді, 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-тен 9 алғанда 4 шығады. 2-ден 1 алғанда 1 шығады, жауабы 149. 348 қосылған 97 азайтылған 365 бөлінген 5. 348-ге 97-ні қосамыз. 8-ге 7 қосқанда 15 болады. 5-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 9 қосқанда 14. 4-ін жазамыз 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, 445 шығады. Енді біздер 365-ті 5-ке бөлеміз. 3-ті 5-ке бөле алмаймыз, сондықтан 36-тан алып көреміз. 36-ны 5-ке бөлгенде 7-тен береміз. 7 5-ім 35. 36-тан 35 алғанда 1 шығады, 5 жазып қоямыз. 15-ті 5-ке бөлгенде 3, 3 5-ім 15, азайтқанда 0, жауабы 73. 445 азайтылған 73. 5-тен 3 алғанда 2 болады. 4-тен 7 азайтылмаймыз, 4 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді, 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 4 қосқанда 14, 14-тен 7 алғанда 7 болады. 3 жазып қоямыз, 372 шығады. 750 бөлінген 2 қосқан 317. 7-ні 2-ке бөлгенде 3-тен береміз, 2 3 6. 7-тен 6 алғанда 1 болады, 5 жазып қоямыз. 15-ті 2-ке бөлгенде 7-тен береміз, 7 2 14. 15-тен 14 азайтқанда 1 болады, 0 жазып қоямыз. 10-ды 2-ке бөлгенде 5-тен береміз, 5 2 10, азайтқанда 0, жауабы 375.
375-ке 317-ні қосамыз. 5-ке 7 қосқанда 12 болады. 2-сін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 1 қосқанда 9. 3-ке 3 қосқанда 6 болады, 692 шығады. 580 бөлінген 4. 5-ті 4-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 4-ін 4. 5-ін 4 алғанда 1 болады, 8 жазып қоямыз. 18-ті 4-ке бөлгенде 4-тен береміз. 4 4-ін 16. 18-ден 16 алғанда 2 болады, 0 жазып қоямыз. 24-ке бөлгенде 5, 5 4-ін 20. Азайтқанда 0, жауабы 145. 145 қосылған 209. 5-ке 9 қосқанда 14 болады, 4-ін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ке 0 қосқанда 5, 1-ге 2 қосқанда 3, 354 шығады. 670 бөлінген 5 қосылған 76 қосылған 376. 376-ға 76 қосамыз, 6-ға 6 қосқанда 12, 2-сін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 7 қосқанда 15, 5-сін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 3 қосқанда 4, 452 шығады. 670-ті 5-ке бөлеміз. 6-ны 5-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 5-ін 5. 6-тан 5 алғанда 1 болады, 7-ні жазып қоямыз. 17-ні 5-ке бөлгенде 3-тен береміз. 3 5-ін 15. 17-тен 15 алғанда 2 болады, 0 жазып қоямыз. 20-ны 5-ке бөлгенде 4, 4 5-ін 20. Азайтқанда 0, жауабы 134. 452 қосылған 134. 2-ге 4 қосқанда 6 болады. 5-ке 3 қосқанда 8 болады. 4-ке 1 қосқанда 5, 586 шығады. 115 көбейтілген 8. 5 8-ін 40, 0 жазамыз, 4 ойда. 1 8-ін 8, 4 қосқанда 12, 2-сін жазамыз, 1 ойда. 1 8-ін 8, 1 қосқанда 9, 9 20 шығады. 9 20 қосқан 77. 0-ге 7 қосқанда 7, 2-ге 7 қосқанда 9, 9 жазып қоямыз, 997 шығады. 701 азайтылған 36. 1-ден 6 азайта алмаймыз, 7 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді, 1 жүздік 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-ға 1 қосқанда 11, 11-ден 6 алғанда 5 шығады. 9-дан 3 алғанда 6 болады, 6 жазып қоямыз, 665 шығады. Енді біздер 660-ты 5-ке бөліп көрейік. Мінекей екінші амал. 6-ны 5-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 5-ін 5. 6-тан 5 алғанда 1 болады, 6-ны жазып қоямыз. 16-ны 5-ке бөлгенде 3-тен береміз. 3 5-ін 15. 16-тан 15 алғанда 1 болады, 0 жазып қоямыз. 10-ды 5-ке бөлгенде 2, 2 5-ін 10. Азайтқанда 0, жауабы 132. 665 азайтылған 132. 5-тен 2 алғанда 3 болады, 6-тан 3 алғанда 3 болады, 6-тан 1 алғанда 5 шығады. 533 болады. 1000 азайтылған 390 бөлінген 2. 390-ды 2-ке бөлеміз. 3-ті 2-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 2 2. 3-ті 2 алғанда 1 болады, 9 жазып қоямыз. 19-ды 2-ке бөлгенде 9-дан береміз. 9 2 18. 19-дан 18 алғанда 1 болады, 0 жазып қоямыз. 10-ды 2-ке бөлгенде 5-тен береміз. 5 2 10. Азайтқанда 0, жауабы 195. 1000 азайтылған 195. 0-ден 5 азайтылмаймыз, 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықта көмек береді, 1 мыңдық 9 жүздікке 9 ондыққа 10 бірлік кетен. 10-дан 5 алғанда 5 шығады, 9-дан 9 алғанда 0 шығады, 9-дан 1 алғанда 8 шығады, 805 шығады. 7-ші есеп. Саябақтағы балалар темір жолының билеттеріне қара. Осы бойынша қандай ақпарат айта аласың? Балалар темір жолы аттракционы мен шолу дөңгелегі аттракционның бағасы бірдей және 320 теңгеге тең. Мінекей, бұл көрсетілген 320 теңге деп. 8-ші есеп. Айжан, Гүлжан және Зәуре 1-ші, 2-ші және 3-ші қабатта тұрады. Айжанның 2-ші қабатта тұрмайтыны, ал Гүлназдың 2-ші және 3-ші қабатта тұрмайтыны белгілі. Қыздардың әрқайсысы қандай қабатта тұратынын анықта. Қараңыздар, Гүлназдың 2-ші және 3-ші қабатта тұрмайтыны белгілі дейді. Олай болса, ол 1-ші қабатта тұрады. Көрдіңіз бе? Гүлназ 1-ші қабатта тұрады. Мінекей, тауып қойдық. Одан кейін Айжанның 2-ші қабатта тұрмайтыны. Айжан 2-ші қабатта тұрмайды, 1-ші қабат бос емес, онда Айжан 3-ші қабатта тұрады. Айжан 3-ші қабатта тұрады, олай болса Зәуре 2-ші қабатта тұрады. Жауабын жазып қоямыз. Гүлназ 1-ші қабатта, Зәуре 2-ші қабатта, Айжан 3-ші қабатта тұрады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.